Кез келген адам дүниеге келгеннен бастап ең бірінші қоры кететін тамағы ол сүт. Қазақ халқы үшін де ғасырлар бойы сүт және сүттен жасалған тағамдар ерекше орында болды. Бүгінгі видеода мен тұрақты түрде сүт ішетін адамдарда қандай өзгеріс болатындығын атап өтетін боламын. Сүттің құрамындағы адам үшін ең маңызды витаминдер мен элементтері ол кальций мен ақуыз. Бұл екеуі де әсіресе жасы ұлғайған адамдар үшін өте маңызды. Ақуыз бұлшықеттердің азаюынан қорғап және терінің жақсы сақталуына, шаш пен тырнақтың қалыпты өсуіне жағдай жасаса, кальций сүйектің мықты болуына әсер етіп, қартайғанда шығатын сүйектердің сырқырауы деген сияқты ауруларды болдыртпайды. Бұрынғы көшпенділердің көпшілігі қартайған шағында көбіне ешқандай сүйек ауруларына шалдықпаған. Кальций сонымен қатар тістің де беріктігін арттырып, оны түсіп қалу мен тіс шегуден қорғайды. Сүт тек қарт адамдар емес, кішкентай балаларға да пайдалы. Оның құрамындағы Д витамині баланың өсіп келе жатқан сүйегін дұрыс қалыптастырып, қисайып кетуден сақтайды. Сондай-ақ сүт зәрайдағыш қасиетке ие және асқазанның қышқылын басады. Сүттен осындай пайдалы дәрумендерді алу үшін күніне 2 стакан ішу жеткілікті болады. Дегенмен, сүттен пайда көру үшін табиғи таза түрін алу керек. Ал пастерленген қатты өңделген түрлерінде айтарлықтай пайда жоқ, және олар сүттің бұзылып кетуін болдыртпай, дәмін жақсарту үшін әртүрлі химиялық заттарды қолданады. Бұл өз кезегінде сүттің құрамын бұзып, оның пайдасын жояды.